мен осы материалдық жағдайларға қол жеткізуге болатын миды сендіру деген сабақты жасап шығардым да. Бұл сабақты жасау енді оңай болған жоқ, бірақ бұл сабақтың негізі басты мақсаты не, адамға берер пайдасы не, сол жайында айтқым келеді. Миды сендіру деген сабақ бұл сіздің миыңыздағы кедергіні алып тастауға тікелей көмектеседі. Мысалға, қалай сонда дейікші, ол былай, мысалға сізде бір жеке іспен айналысасыз, и сіз белгілі бір мөлшерден аспайсыз. Мысалға, сіз айталық 500 мың теңге тапқыңыз келеді, сол ісіңізбен, бірақ сіз 350, 400 содан көтеріле алмайсыз, 500-ге жете алмайсыз да, мысалға да. Ал енді осы жерде 500 мың теңге деген сіз үшін белгілі бір көп ақша болуы мүмкін да. Осы көп ақша деген сөз сіздің миыңызда мүмкін жаңа бір қорқынышпен сай болуы мүмкін. Мүмкін сіз уже жаңағы көп ақшамен мен жаман адам болып қаламын, иә. Мүмкін осындай ақшамен мен жаңағы айналамдағы адамдар байып кетті, мынау өзінше болып кетті деп айтады деген секілді осындай бір қорқыныш болуы мүмкін да. Осы қорқыныш сол 500 мың теңгеге жеткізбейді. Ал енді сіз ол қорқынышты алып тастайтын болсаңыз, осы миды сендірумен, сол кезде сіздің миыңыздағы сол қорқыныш алынады да, установка ғой былайша айтқан кезінде. Соның орнына басқа дұрыс установка қойылады осы сабақ арқылы. Сосын сіз бұл жаңағы несі пайдасы сабақтың. Сіз басында, сізде мысалға да, неге мен 500 мың теңге таппаймын деген кезінде сізде бір жаңа белгілі бір қорқыныш болсын, кез келген жаңағы мен атап өткендей, соны біреу шығуы мүмкін ғой, бірақ уже сіз екінші рет мынаның бәрін жасап болғаннан кейін сұраған кезіңізде тез жасайсыз ғой, сол кезде сізде уже қорқыныш болмайды да. Ал сол қорқыныш болмағаны ол өте дұрысы. Яғни сіз уже осы кедергіні алып тастадыңыз деген сөз. Ал енді бұл миды сендіру деген сабақ қандай жағдайларда көмектеседі? Бұл сіздің мысалға кез келген материалдық жағдайда, ақша болсын, саяхат болсын, үй болсын, қандай тағы да. Мысалға мен ИП дегенге де тоже жасап көргенмін. Осы дәл осы миды сендіру. Бұл балық емес. Мысалы, сіз менен балық сатып алмайсыз, сіз менен қармақ сатып алғандай боласыз да. Ал қармақты сіз үнемі керек уақытысында барып балық аулауға қолданасыз ғой. Дәл сол секілді сіздің материалдық кез келген жағдайыңызға осы миды сендіру деген сабақты қолдануға болады. Ал енді мен ол миды сендірудің негізгі ол дайын бір сабақ, бірақ мен қазір осы видеоның артынан мен мысал ретінде бір кісімен жасаған жұмысымды толық көрсететін боламын. Сіз соған қарап өзіңізде жасап көріңіз, өзіңіздің кедергімен. Егер де оны жасау сізге қиын болып жататын болса, онда маған жекеге шығып сабақтың өзін, толық сабақтың өзін сатып алсаңыз болады. Сәттілік. Мен қазір сіздерге бір мощный сабақпен бөлісейін деп тұрмын. Бұл сабақ ақылы, негізінде мен ақшаға сатқанмын, бірақ мен қазір бұны тегін осы жаңа рилс арқылы шығарып бергім келіп отыр. Пайдалы болғым келеді. Сондықтан да міндетті түрде бөлісіңіздер, міндетті түрде өздеріңізге сақтап алыңыздар, содан кейін өздеріңізге жасаңыздар. Мынандайда, мысалға маған бүгін бір кісімен жұмыс жасадым, ол кісі айтады, мен үнемі ақша жоқ мен дейді. Мен үнемі маған ақша келіп тұрған қалаймын дейді. Бұл запросы, жалпы кісінің запросы осындай болды. Енді ондай жаңа запросқа біз қалай жұмыс жасаймыз? Негізінде адамның қандай сұрақ болсын, жауабы өз ішінде шығады негізінде. Сондықтан да мен ол кісіге бірнеше сұрақтар қойдым. Мен қойған сұрақтарымды қазір жерге жазып алдым. Неге менде ақша жоқ деп ойлайсың? Өзіне сұрақ қояды адам, неге менде ақша жоқ? Ол сұрақтан егер де жауап шықпаса, оны бірнеше рет қою керек. Және ол адам тыныш жерде отырғаны абзал, осыны жасайтын адам. И одан кейін, егер де ол жерден мынандай жаңағы дұрыс ойындағыдай жауап шықпаса, онда былай сұрау керек та. Менде мысалға үнемі ақша бар, не жамандық болуы мүмкін? Бастысы біз подсознанияда тұрған ақша туралы негативный ақпарат шығарып алуымыз керек қой. Ең бастысы сол сұрақтарды жан-жақты қойып, сұрақтарды жан-жақты қойғаннан кейін, недегі подсознаниядағы ақшаның несі жаңағы не үшін сізде үнемі ақша болмайды, не үшін сізде үнемі ақша келмейді, соны жауап шығады. Сонда бізде жаңағы клиентімде мынандай жауап шықты. Менде үнемі ақша болатын болса, не жамандық болуы мүмкін деп едім. Одан мынандай жауап шықты. Менде үнемі мысалға да айталық бір 200, 300, 500 үнемі қалтасында жүреді мысалға да. Мен өзімді жаңағы
тәкаппар көремін, ешкімді менсінбеймін, өзімді құдай санап аламын, өзінше болып кетемін деген секілді жауаптар шықты. Сонда қараңыз, осы не жаңағы жауап ол адамға ақша табуға жолын жабады. Неге? Өйткені бүткіл мүліктің иесі Алла тағала, бізге бүткіл байлықты беретін Алла тағала. Алла тағала мысалға да пендесі ақша сұрайды. Аллахым, мен осындай зарплата алғым келді, осындай ақша тапқым келді. Сол кезде Алла тағала не істейді? Алла тағала дәл сол ақшаны бермеуі мүмкін. Неге? Себебі Алла тағала біліп тұр. Оның подсознаниясында бар, мен көп ақша тапсам, көпірек болып кетемін, өзінше болып кетемін, өзімді құдай санап аламын деген бар. Осы несі арқылы Аллаға ұнамайды. Сондықтан да Алла тағала ол адамға ақша бермейді екен. Сондықтан да ол адам ақша қанша тырысып жұмыс жасаса да, мысалға да келуі мүмкін, еңбегіне қарайды, бірақ почему-то үнемі ақшасы жоқ болып қала береді. Вот көрдіңіз бе? Сондықтан да біз осы нәрсені тауып алуымыз керек. Подсознанияда ақша туралы, бұл ақша ғана емес, кез келген нәрсе қатысты, кейін айтамын. Сосын ақша туралы соны тауып алдық, ары қарай не істедік? Бұл нәрсе негізінде Алла тағала тәкаппар болған жақсы көрмейді. Алла тағала тәкаппар адамдарды жек көреді. Сондықтан да Алла тағаланың алдында кәдімгі шынайы отырып мойындадық. Аллахым, мен оказывается дұрыс емес жасаппын, менің бұл жасағаным дұрыс емес екен, мен өзіме зұлымдық жасағандардан болыппын. Аллахым, мені кешірші деп кәдімгідей бірнеше этаптан өткізіп, біз кәдімгідей тәубеге келдік. Шынайы бұл ақша жаңағы ақшаның несі, осылай ақша менде көп болса, өзімді көпшіліктен кетем деген нәрселердің барлығынан адамның ойын осылай тазаладық. Яғни Алла тағаланың алдында тәубе жасадық. Біріншіден мойындадық, өзіміздің кінәмізді мойындадық, қателік жасағанымызды. Осы тұжырым біздің пікіріміз осы қате екенін мойындадық. Одан кейін ол жаңағы пікірмен қате екеніне біз не жасадық? Өкіндік. Шынымен де мен осыған өкінемін. Шынайы да барлығы. Одан кейін біз Алла тағаланың алдына кешірім сұрадық. Және одан кейін барып біз осы тұжырымға жаңағы мен ақша тапсам көкірек болып кетемін деген орнына антоним. Мен ақша көп тапсам да, мен өзімнің құл екенімді үнемі есіме салып отырамын деген секілді, мысалда новый установка жасадық. Сөйтіп, осындай установканы жасайсыз, одан кейін барып, уже жаңағы адамда не пайда болады? Жаңағы жеңілдік пайда болады да, сол кезден бастап тест жасаймыз, міндетті түрде тест. Ол тест қандай? Айталық, мысалы да, мен мысалы мынандай сұрақ қойдым, сізде 100 000 теңге бар, сіз қалтаңызда 100 000 теңге бар, сіз өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Ол басында айтқан, менде ақша болса, мен өзімді жаңа тәкаппар, менде өткені мен құдай санап, бәрін өзім шеше аламын деген секілді болды ғой ол адамда. Ал енді уже жаңағы әбден жұмыс жасалып болғаннан кейін, сізде 100 000 теңге бар, өзіңіз қалай сезініп тұрсыз десем, ол уже өзін құл екенін, Аллах маған берді 100 000 теңгені, Аллах мені 100 000 теңгемен қуантты, мен өзім құл екенін сезініп тұрмын деген жауап шықты. Одан кейін дальше тексердік. Ал 500 000 теңге. Айталық, сен жаңағы осы бір жұмыс жасадың, сенің жұмысыңа 500 000 теңге төледі. Моментально 500 000 теңге төледі, моментально 500 000 теңге таптың. Өзің қалай сезініп тұрсың? Уже ол кезде чуть-чуть жаңағы сопротивление болды. Өйткені бұл жерде жаңағы жұмыс біреуге мысалы жұмыс жасап берейін деп жатыр, 500 000 оның жаңағы услуга сондай екен, 500 000 теңге төлеген кезде өзің тағы да құдай санап алады екен, тағы да жұмыс жасадық. В общем, не керек? 1 миллион теңге не қылды? Төлейін деп жатыр Аллах мысалға да, өзің қалай сезініп тұрсың? Сол кезде уже 500 000 теңгемен жұмыс жасағаннан 1 миллион теңге уже ол кісінің миына смело кірді. Дальше жасап көреміз ба? 2 миллион, 5 миллион десем, жоқ, осы 1 миллионнан тоқтайық деді. Өйткені біздің миымыз сенген нәрсе ғана біздің өмірімізде иншалла болады. Сондықтан да осы өте күшті жаңағы бұл не өзіңізбен жұмыс жасайтын мощный сабақ. Прям жаңағы менің осы айтқандарым барлығын өзіңізге белгілеп алыңыз, жұмыс жасаңыз. Бағана айттым ғой, бұл ақша ғана қатысты емес, бұл кез келген нәрсеге қатысты деп. Осы кез келген нәрсеге қатысты, оны да тоже осылай бүткіл сұрақтың жауабы үшін өзіңіздің ішіңізде дәл осы неге методқа салып сөйтіп не істесеңіз болады, өзіңізге көмектессеңіз болады. Ал парақшама міндетті түрде тіркеліп қойыңыз және бөлісуді ұмытпаңыз. Әлі де талай сізге пайдалы болатыныма сенімдімін иншалла.